Сәлем достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге Easy English Eva тобы. Сіздермен бүгін жаңа сабақты бастаймыз, қараңыздар. Бүгін сіздермен бірге ағылшын тіліндегі шартты сөйлемдер, яғни conditional туралы өтетін боламыз. Бастайық. Жалпы шартты сөйлемдердің 5 түрі бар. Бірінші zero conditional, first conditional, second conditional, third conditional және mixed conditional, яғни нөлдік шартты сөйлем, бірінші деңгейдегі шарттық сөйлем, екінші деңгейдегі, үшінші шарттық сөйлем және араласқан шарттық сөйлем деп бөлеміз. Енді қарайық. Conditionalсты оның шартты сөйлемнің екі түрлі бөліктен тұрады. Біріншісі ол деген шарты, сөйлемнің шарты және екінші оның нәтижесі conditional and the result, нәтиже және шарт деп бөлеміз. Мысалға қараңыздар. If I study, I will pass the test. Бұл сөйлемде if I study дегеніміз бұл шартты conditional, ал I will pass the test, мен тестті тапсыра аламын, бұл нәтижесі. Түсінікте, мына бөлім бұл шарты, мына бөлімі нәтижесі. Яғни мен оқысам, мен тестті тапсыра аламын деген мағынаны білдіреді. Келесі. Ағылшын тілінде шартты сөйлемнің екі түрге бөліп қарастырамыз. Ол болуы мүмкін, яғни real conditions және болуы мүмкін емес unreal conditions. Яғни осыларға қазір жеке-жеке тоқталып өтейік. Real conditionsқа бізде нөлдік шартты сөйлем және бірінші шартты сөйлем түрлері жатады. Яғни осы екі сөйлемнің түрінде айтылатын оқиғалар расымен де өмірде болуы мүмкін. Сондықтан біз оны real condition деп атаймыз. Ал unreal condition қалған екінші, үшінші және араласқан шартты сөйлемдер жатады. Бұнда айтылатын оқиға өмірде болуы мүмкін емес. Сондықтан біз бұны unreal condition түріне жатқызамыз. Бүгін сіздермен бірге осы real condition, яғни болуы мүмкін шартты сөйлемдердің екі түрімен танысатын боламыз. Қараңыздар, бірінші бізде zero conditional. Zero conditional дегеніміз ол нөлдік шарттық сөйлем. Мысалға қараңыздар, zero conditionals қалай жасалынады? Оны жасау үшін бізге, яғни шартты бөлімде біз present simple шағын қолданамыз, ал результатында, нәтижесінде біз present simple немесе бұйрық imperative, бұйрық сөйлемді қолданамыз. Мысалға қараңыздар, if you don't water flowers, they die. Егер бұл жерде қараңыздар, мынау шартты бөлігі, егер сен гүлге су құймасаң, олар өліп қалады. Түсінікте, мынау результаты. Мынау шарты conditional, мынау результаты. Бұл zero conditions. Яғни zero condition жасау үшін шартты сөйлем ол present simple-да тұрады, ал zero результаты оның ода present simple-да тұрады, немесе бұйрықты сөйлемде тұрады. Немесе қараңыз, if you have a headache, stop watching TV. Егер сенің басың ауырса, ол деген шарты, теледидар қарауды тоқтат. Бұл бұйрық сөйлем, бұйырып тұрған сөйлем. Екеуі де present simple шағында тұр. Түсінікті, Zero conditionsты не үшін қолданамыз? Біз бұны жалпы шындықты айту үшін немесе кеңес беру үшін қолданамыз. Мысалы қараңыздар, мына бірінші сөйлемде if you don't water flowers they die деген сөйлемде бұл бізде жалпы шындық, егер гүлге су құймасаң өліп қалатындығы ол шындық. Соны айту үшін қолданып тұрмыз. Екінші кеңес беру, яғни if you have a headache, stop watching TV. Басың ауырып тұрса, теледидар қарауды тоқтат. Яғни бұл кеңес беру үшін қолданып тұрмыз. Яғни zero conditional қолданудың екі жағдайы осы. Так, жалғастырамыз. Келесі. Zero conditionда негізінен шартты сөйлемде екі түрлі сөзді қолдануға болады. Бірінші if немесе when. Екеуі де синоним болып табылады, бірақ екеуінің кішкене қолданылуының айырмашылықтары бар. Қараңыздар. Біз if-ті қолданамыз, егер жағдайдың сирек болатынын айту үшін, ал when-ді жағдайдың жиі қайталанатынын айту үшін қолданамыз. Мысалға, if I have a day off from work, I usually go to the park. Яғни, егер де менің нем болса, демалыс күнім болса, мен обычно паркке барамын. Бұл zero conditional. Бұл жерде біз if-ті қолданып тұрмыз. Яғни, бұл менде демалыстар аз болады, болған кезде ғана мен паркке барамын. Сондықтан аз болатындығын көрсету үшін біз if-ті қолданып тұрмыз. Ал егер біз when-ді қолдансақ, яғни оның жиі болатын іс-әрекеттің жиі болатындығын көрсете аламыз. Мысалға, when I go to my favorite restaurant, the waiters greet me by name. Мен өзімнің сүйікті рестораныма барған кезде официанттар мені атыммен қарсы алады, атымды айтып қарсы алады. Яғни бұл не көрсетіп тұр? Мен бұл ресторанға жиі барамын, сондықтан ондағы официанттар мені таниды. Соны айту үшін біз when-ді қолданып тұрмыз. Іс-әрекеттің жиі болатындығын көрсету үшін when-ді қолданып тұрмыз. Түсінікті, Келесі. Енді first conditional. First conditional дегеніміз, яғни бірінші шартты сөйлем. First conditionalды біз не үшін қолданамыз? Біріншіден бұл болашаққа болжам жасау үшін. Егер сен бір нәрсені жасасаң, болашақта біз соған
соған байланысты бір результат болады деп айту үшін, болашаққа болжам жасау үшін біз first condition'ды қолданамыз. Қараңдар, first condition жасау үшін бізге бірінші шартты сөйлем if clause дегеніміз present simple-да тұрады, ал оның результаты future simple шағында тұрады. Түсінікті, е? Қараңдар, if the weather is nice, we will go for a walk. Егер ауа райы жақсы болса, шартты сөйлем, результат қандай? Біз қыдыруға барамыз. Түсінікті, біз шығып жүріп қайтуға барамыз деген сөз. Will go, мына жерде бұл future simple-да тұр, ал шартты сөйлем бізде present simple-да тұр. Келесі, if you don't apologize, she will never trust you again. Шартты сөйлем бұл да present simple-да тұр, яғни сен одан кешірім сұрамасаң, ол саған ешқашан сенбейтін болады. Бұл бізде future simple-да тұр. Яғни біз мына жерде біз шартын айтып тұрмыз, және оның болашақта қандай результат беруі мүмкін, соған болжам жасап тұрмыз. Сонымен қатар if деген сөздің орнына, сонымен қатар unless деген сөздерді қолдануға болады. Бұл дегеніміз, егер біз болымсыз сөйлем айтқымыз келсе, if not деп айтқымыз келсе, біз unless деген сөзді қолдана аламыз. Мысалға, unless the weather is nice, we won't go for a walk. Ауа райы жаман, жақсы болмаса, біз қыдыруға бармаймыз, болашақта. Немесе, егер сен кешірім сұрамасаң, болымсыз сөйлем екен, ол саған қайта ешқашан сенбейді. She will never trust you again. Түсінікті, if not-тың орнына unless-ті қолдануға болады. Келесі, first condition-ның енді қараңыздар. Бірінші conditional, яғни шартты сөйлемі бізде осы шақта тұрады. Today, present simple, ал оның результаты болашаққа көрсетеді. Мысалға, if it's sunny, we will go to the beach. Егер күн ашық болса, біз жағалауға барамыз. Түсінікті, яғни ертең барамыз, болашақта айтып тұр. If it rains, we won't go to the beach. We will go to the movie. Егер жаңбыр жауатын болса, біз жағалауға бармаймыз, біз киноға барамыз. Түсінікті, Так, келесі. Сонымен қатар қараңыздар. Бірінші шартты сөйлемде if деген сөздің орнына басқа да сөздер қолдануға болады. Мысалға, as long as, providing that, but only if деген сөздерді осы қолдануымызға болады. Екі сөйлемді байланыстыру үшін. Мысалға, they will succeed, but only if they try hard. Олар жетістікке жетеді, but only дейміз только тогда, когда олар жақсырақ көбірек жұмыс жасайды. Түсінікті? Көбірек жұмыс жасағанда ғана олар жеңіске жетеді. Немесе, олар жеңіске жетеді, they will succeed as long as they try hard. Олар көбірек жұмыс жасаған кезде ғана жеңіске жетеді. Яғни біз if-тің орнына екі сөйлемді байланыстыру үшін but only if немесе as long as деген сөздері қолдануға болады. Сонымен қатар as soon as деген сөйлем сөзде қолдануға болады. Оны біз не үшін қолданамыз, яғни бір жағдайдың тезірек жасау қажет екендігін, яғни шұғыл екендігін көрсету үшін қолданамыз. Мысалға, I will call you as soon as I have more information. Мен саған хабарласамын, көбірек ақпарат алған бетте бірден хабарласамын, яғни бірден деген деп аударылады. Мен саған хабарласамын, как только у меня будет больше информации. Яғни саған айтады, көбірек ақпаратын болған кезде бірден саған хабарласамын деп айту үшін қолданамыз. Так, келесі. Сонымен қатар when, as soon as, by the time, the moment, that, until деген сөздерді тоже first condition-да бірінші шартты сөйлем түрінде қолдана беруімізге болады. Енді практикаға көшейік, қараңыздар. Сіздерге тапсырма беремін, менімен бірге отырып, тезірек орындап, сосын жауаптарыңызды тексеріп отырасыздар. Қараңыздар. I'm going to take a shower as soon as, одан кейін мына екі варианттың біреуін таңдайсыздар, home from the gym. Қалай ойлайсыздар? Сіздерге уақыт беремін, сосын жауаптарыңызды тексеріңіздер. Мен душ қабылдайын деп жатырмын. Қашан? Үйге джимнан, яғни спортзалдан келгеннен кейін. Мына жерде қай болады? I get, немесе I will get. Жауабы I get, себебі бірінші conditional шағы мына жақта тұр, ал оның результаты екінші бөлігінде тұр. Келесі. Unless I will find my watch I will have to buy a new one. Мына екеуінің біреуін таңдайсыздар, немесе мына екеуінің біреуін таңдайсыздар. Жақсы жауабымызды тексереміз. Unless I find my watch I will have to buy a new one.
егер мен таппасам, шарт сөйлем тұр present simple'да, ал future simple'да мен сатып аламын. Бұл результаты болашақта болатын future simple'да тұр. Түсінікті, иә? Келесі. If the surgery won't be successful, he will have just 6 months to live. Бұл жерде де екі варианттың біреуін таңдаңыздар. Егер міне шартты сөйлем present simple'да тұр, оның результаты future simple'да тұр. Түсінікті? You will have a great time if you will go to Rio. Бұл жерде де екі варианттың біреуін таңдаймыз. Шартты сөйлем қай жерде және оның результаты қай жерде, соны тауып алыңыздар. Тексереміз. Яғни you will have a great time. Бұл бізде результат. If тен басылатын сөйлем, бұл бізде шартты бөлім, бұл present simple'да тұрады. Келесі. We will be disappointed if nobody will come to our party on Friday. Бұл жерде шартты сөйлем қайсы табамыз. Және оның результаты қайсы табамыз. Яғни we will be disappointed. Біз көңіліміз қалатын еді, егер де ешкім біздің вечеринкаға жұма күні келмесе дейді. Келесі. If you will forget your wife's birthday next week, she will be upset. Шартты сөйлем қай жерде, результаты қай жерде, соған байланысты жауаптарды таңдаңыздар. If you forget, егер сен ұмытсаң, бұл шартты результаты ол сенен көңіл қалады. She will be upset. Бұл future simple'да тұр. Келесі. I will give him the documents when I will see him later today. Жауабы қайсы, қараңыздар. Тексереміз. I will give him the document when I see him later today. Яғни бұл жерде шарт, бұл бізде результаты мен беремін шарты көрген кезде. Соңғысы. When I will get married, I'm going to have a simple wedding. Шарты мен болашаққа болжамын табыңыздар. Яғни мен үйленген кезде бұл шартты сөйлем, содан кейін результат, болашаққа болжамы менің I'm going to have. Бұны future simple'дың орнына қолдануға болады. Жасағалы жатырмын деген. Так, сонымен қайталап шығайық, real condition, яғни шынайы өмірде болатынды көрсететін шартты сөйлем екі түрі бар, яғни zero condition, нөлдік шартты сөйлем, және бірінші first шарттық сөйлем бізде real conditionға жатады. Zero condition біз не үшін қолданамыз, яғни zero conditionда сөйлемнің екі бөлігі де present simple'да тұрады. If пен whenнің айырмашылығы, if яғни біз өте сирек болатынды көрсету үшін қолданамыз, ал whenді іс-әрекеттің жиі болатынын көрсету үшін қолданамыз. First conditional дегеніміз, яғни бұнда бірінші сөйлем, яғни шартты сөйлем present simple'да тұрады, ал результаты екінші бөлігі future simple'да тұратын болады. Түсінікті? Қараңыздар. Сонымен бүгінгі тақырып осы. Келесі сабақта одан кейін шартты сөйлем басқа түрлерді жалғастыратын боламыз. Түсінікті болды деп ойлаймын. Сау болыңыздар.